Ассалаумағалейкум. Асыл. Қалайсың баға? Как ты? Қалай жағдай? Жақсы, аман. Не істеп жатсың? Биномымен сауда. Қойш? Жақсы ғой мынау. Қалай болып жатыр енді? Бір-екі рет басып қоясың, ақша өзіне түсе береді ол. Ой. Ондай болмайды ғой негізі. Мысалы, қанша тауып жатсың сен? 2 аптада 80 мың. Әдемі результат көрсетіп жатыр екенсің ғой негізі. Бірақ бұл платформаның негізгі қағидалары бар да, соларды үйреніп алсаң, даже бір күнде 30-40 мың теңге табуға болады. Жоқ, ондай қатты қызық емес маған. Просто негізгі жұмыс табамын дегенше айтын, ары бері жүріп тұрсақ ақша тапсам болды ғой. Сонда да түсіндіріп жібере салайын да, артық етпейді. Давай, без проблем. Мына қара, Binomo платформасында мына жерді бассаң, блог Binomo деген бар. Осыған кіресің, ішінде неше түрлі стратегиялар бар. Осы видеоларды қарау арқылы осыларды зерттеп, біліміңді арттыра беретін болсаң, ары қарай жақсы жетістіктерге жетуге болады. Қош. Сен пока қарай бер, мен қазір келем, Жодан, не болып жатыр бақа? Жақсы кетіп жатыр. 1 сағатта 40 мың теңге таптым. Қойш? Жақсы. Жақсы стратегиялар екен ғой, тағы да басқа қандай стратегияларың бар? Айтсай. Ары қарай да білгің келетін болса, менің телеграм каналым бар. Осыған бізге қосылатын болсаң, ары қарай бірге табысқа шықсақ болады. Қойш? Қандай телеграм сен? Папа. Заключенный қайып! Заключенный қайып, на выход! Не істеп жатсың? Прикол ұстап отқан, папа. Нормально ма, прикол? Түрмедегідей ұқсап отқаным ғой. Құям ғой, папа, күте түсей. Қалайсыңдар, не қыласың? Үйдегілер нормально ма? Нормальнымыз, үйдеміз ғой. Шешенің ашуы басылды ма? Ой, жоқ, маманың ашуы басылатын бет. Ренжіп отыр ғой, кәдімгідей. Сіздер мына жақта жата бермей сәл гүл апарып, тізерлеп отырып, маманың мінезін білесіз ғой, кешірім сұрамайсыз ба? Кешірім сұрамаймын мен. Кешірім лимиті бітіп қалған мен. Өзі келіп сұрасын кешірімді. Мама сізден келіп кешірім сұрап, сұрамайды ғой ол. Мама қақтың сұрайды? Өзі келіп сұрасын керек болса, Арухан. Арухан, еркекше әңгіме болсын. Еркекше. Бар ма сенде? Не бар ма? Ой, бар ма деймін. Мен бар ғой, өздерің піштіргенде көрдіңдер ғой, бар екен. Қызың бар ма деймін саған? Қыз жоқ, бірақ ойда жүрген 1-2 вариант бар. 1-2 вариант емес, алып кел болды. Любой вариант. Алып кел. Үйлен. Мамаң аузын жаппасам болмайды. Сүлпән болды, сабасына келмейді, сен үйленбей. Үйлену керексің, Арухан. Ой, енді үйленгенде ол бірінші қалың малын дайындау керек, ақшасын беру керек деген. Қалың малды уайымдама. Әкеңе тапсыр. Ана жерде қорада тыққан-мыққан мыстарым бар. Өткізем примерно 700 мыңның ояқ-бұяғы болып қалады. Қалың мал жабамыз. Қайсы анау? Ненің артында, сарайдың артында жатқанмыз ба? Ол жоқ қой уже, баба. Өткізіп жібердім. Қоя берші, алып келсем болды ғой, Алып кел, Арухан. Срочно. Болды, алып келем. Құтқар мені. Болды, 700 мың бересің ғой? Берем. Болды, мен папа, мен барып іздей берейін да онда. Арухан, әбеттен кейін бермешел, ачучук. Ачучукпен вермишел қалай болады екен? Болды, есік жауып кетті деген маған мама. Қол алып кет сосын. Болды. Заключенный! Заключенный, ойнап айтам папа. Ұрып өтірем қазір. Мама қойын, жауып кетті. Ұрып өтірем, Арухан. Астыма мінген атым Динадушка. Шабамын көңіл ашып немін үшке. Не стоит на свете жить етуге. Азырақ ойнап күлмей маладушка. Зулқия, Юрқия, Хатира, Сағира, Гүлзипай, Назира, Нағимай, Бәдимай. Апасының баласы, апасының данасы. Балаға олай айтуға болмайды екен. Атасының баласы, апасының баласы. Балаға әсер етеді. Бала сосын соған үйреніп қалады да, одан кейін ертең мамасына мама деп айта алмай қалады. Одан кейін балада детский травма пайда болады. Ой, тоба. Детский травма дейді? Соны еркелетуге де болмай ма сонда? Мамасының баласына мамасының баласы деп айту керек.
Сіз өзіңіздің балаңыз бар ғой. Ай, 2 жылдан кейін сол сен балаң болады. Жоқ, біздің кезімізде детский травма деген, ана там төбестен құлап, аяқ қолымызды сындырған кезде болатын. Ана ешектен құлап, бетіміз жырылып, жағымыз сынған кезде болатын. А бұларда қазір өзі сәл еркелетсең, детский травма, сәл сөйлейін деп қалсаң, детский травма. Әптен ана телефонда коучтарға той бағасындар, болатындықта болмай кет баратқан ауруды бергел деп шақырып аласыңдар. Неме сонда еркелетпейміз осында өз немеремізді? Айтам мен. Өздерің тербеткен кезде мамасының баласы, әкесінің баласы деп айтасыңдар. Кән ана Асылбек, шайын ішсінде кеп. Ол жаңа ішіп. Әй, шайыңды ішсей отырып, қайта-қайта саған дастарған жая бермейміз. Ішпеймін мен. Не сөз сол? Деген? Асылбек! Келді ана екінші қатын. Әпше қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы. Ойбай, әпше бүкіл ауыл естіп жатыр, қой жағдайларыңыз қиын дейді ғой. Не болды? Ойбай, сіздің немерелі болып бақытты өмір сүріп жатыр дейді ғой, құтты болсын. Ой, айуан. Прикол ба? Тұқ жүргенсі. Бізде доста әңгіме бар, айтпайды. Теріске әңгіме айтады. Шешең қайда? Шешем үйде. Қақарын изоляторда жатыр, әйтеуір. Сондай бір бәле болып жатыр үйде. Білмеймін ғой енді. Достық үшін бір серьезный әңгіме болып тұр ғой саған. Не болды, тыныштық па? Тыныштық болмай тұр ғой, үйдегілер ғой. Үйлен дейді ғой. Қыз үйленесің. Қойш, уақыт келді десе уже. Үйленсен. Мен еркін үйленбей жүрмін ба, айтшы. Мен түрімді қарасай сен. Түрім бүйтіп қалған, қарным қампиып, бойым кішкентай, быртық құсап. Вот сен мысалы қыздар сындырып аласың сен. Өткен сен бойың бар, түрің әп-әдемі, шашың қап-қара мысалға. Ойың ұшқыр, бойың сұңғақ адамсың ғой сен деген. Любойын сындырып аласың ғой. Менің түрімді қоя берші. Дұрыс айтасың бірақ. Вообще поддержка бермейсің ба не сен сонда? Досым екен осы деп, мақтаса болды, отыра бересің ба не? Я деп, Сен де бір досым ғой ауылдағы жалғыз, осыған бүкіл проблемді айтайын деп келіп отырсам, істеп отқан қарасайым, Үйленгенсің ба? Жоқ. Үйленмен не аласың үйлен? Осы жүрсің, рахат қой сенің досың. Мен саған үйленудің 5 минусын айтып берейін. Біріншісі, қыздарға қарай алмайсың. Соска. Ей, қыздар көріп отырсың ба? Не істеп отырсың? Неқыпты? Ой, мен итақ қарамаймын ғой қыздарға. Әйеліме қарап жүре беремін ғой. Екіншісі, көшеге шыға алмайсың. Қайда баратсың? Тағы да қаңғылма? Бармайсың ешқайда. Бүгін үйде боламыз. Өзің біле ме? Неме біле ол? Қаласыламыз. Итақ шықпаймын ғой мен, білесің ғой өзің. Кешкі 7-тен кейін үйдемін ғой. Үйде бітіп жатамын ғой мен. Үйдемін мен. Үшіншісі, күйеу бала болып қайын жұртқа барғанда, майлы төс әкеледі алдыңа, соны жеу керексің. Ой, сонда проблема болсын. Мен жей берем мен. Төс деген ең сүйікті тамағым ғой мен, делишес қол деген. Төртіншісі, түнде. Болды ма? Басыңа келсін, балам. Балаңа деп оңғылады ғой. Мен баланы жақсы көрем. Жылай берсін. Мәпелеп, аялап, балам деймін да. Ұйықтап қалады, қайтадан жатқызып қоя салам. Рахат емес па? Баламен ғой қызық өмір деген. Қай-қайдағы нәрсені айтып сенде. Вот бесіншісі ең үлкен проблема. Көп ақша керек. Мынау натуре проблема екен, бірақ айтпақшылар, не бар еді ғой сен? Биномо бар еді ғой? Соны үйретсей маған. Құмашай. Биномо деген әшейін қосымша табыс табатын платформа. Ол хобби қылып өзіңмен алып жүрсең болады. Ол негізгі жұмыс қылып алмау керек оны. Сен өзің жұмысың болу керек, өзің тіршіліктерің болу керек. Үйленіп алып жүр. Ол әшейін жыртықтарың жамап жүретін нәрсе ғой. Үйтіп ойлама оны. Ойбай, сонымен ақша тауып берем екен деп. Бірақ мен по-любому үйленемін ше, бір қыз тауып алайын осыдан ше. Онда қалаулымға барсай сен. Қалаулымға? Құмаше қалаулымыз, сол жүрейін ертең ауылда позор болып, әңгіменің астына қалып, интернетте хит болып кетпек. Кімнің Зүлпанның баласы қалаулымда жүр, шок деп жүрмейін едің, тастай ұятпады ол деді. Үстіп қартайып қалатын сияқтысың сен. Қыз таба алмайсың ғой, үйленем деп қоясың. Қалай қыз қарамайды ма? Не мен сонда, қыз қаратамайды деп отырсың ба не? Тапса енді жоқ қой сенде. Сен неме урод деп тұрсың ба не?
Мен надо будет тауып аламын қыз. Спорласасың ба? Кел. Табасың ба? 3-4 қыз табам ерекскенде саған. Қыз қаратамайды деп қояды. Кел ойбай, сондай болса қанеки? Сындыршы ал. Сындырам. Таба алмайсың. Таба алмайсың деп қояды ғой. Мен жігіттің төресін білесің ба? Тапса енді. Тап, үйлен, маған нағыл дейсің. Таба алмайды деп қояды. Зүлпан? Не? Мә, саған тамаққа келдім, ішіп-жеп ал, қарның ашып қалған шығар. Зүлпан, кешірші. Қош. Маған ба? Саған енді кімге де? Зүлпан, негізі сондай ақ көңіл адамсың ғой сен. Құлмаш. Мені ойлап. Зүлпан, есіңде ма? Осыдан 18 жыл бұрын. Дәл осылай көк көйлегімен келушем ғой, әдемі болып маған жұмысқа тамақ әкеп есіңде ма? Дәл сол қайталанып тұр ғой. Қыш. Сол кезде бір әдемімен ғой. Қазірде сондай құлпырып тұрсың. Құлмаш қаяқтағы құлпырған. Зүлпан, қатем болса кешір. Өшіргішпен өшір. Өшіргішпен өшпесе, мәңгілікке кешір. Кешірмеймін. Дұрыс емес сен. Білгем, жаның ашитын полигон. Кешірмеймін сен бәрі. Дұрыс емес сен. Зүлпан, Не? Зүлпан. кешіре салшы енді. Қош. Бір ашуыңды берші. Ешқандай да ашу жоқ саған айналайын. Бермеймін ешқандай кешірім жоқ. Не істейін енді? Не істейін сен үшін? Айтшы. Кешіре қиын ба мені? Дұрыс па енді сенің өзің істеп тұрғаның? Вообще дұрыс емес. Зүлпек? Ойланем не біле? Наныңды саяғың далаға жүріп қайға баратсың? Мына жерде природада пикник жасасақ па деп атқанбыз ғой, семьямен отырып ше өзіміз. Құлмаш, қандай пикник жалғыз өзің. Кешіріп қойдым десе, я? Жоқ, Беріп қойдым десе? Нені? Нанды, шайды. Жоқ, кешірмеймін ғой мен бұны. Аштан өзін, аштан өлгір, айуан. Тоқал алам деп қояды ғой маған. Қандай тоқал бұған? Мені қарқымай тұрып. Мына жерде пикник өзім отырып, көзін қылдырып, исім бұрқырап, шайды бүйтіп сораптатып құйып, тамақ ішсем ба деген ғой. Нервіна тиіп десе? Айуан. Не әпшін өзің? Келгіштеп кетіпсің ғой біздің жаққа. Келің сидырмайдыр ма? Негізі бала туғаннан кейін өзгереді екен ғой, келін деген. Қош? Не? Өзгеріп кетті ма келінің? Біртүрлі болып жүр ғой. Біртүрлі болып жүр ма? Негізі сенің келініңше, келін болып түскен кезде, о баста сондай алдым-жылдым бөлек еді ғой негізі оныңше. Біраз әңгіме бар сияқты келіншел информацияда, не? Жоқ, ондай шіление жоқ, просто мен қалай олай болып кетті деймін да, аяқ асты. Ой, ол сол аяқ асты, табан асты болады ғой бұл тірліктің барлығы. Бұл келін мен ене дегенше, бұл жалғанда бітпеген ғой бұл. Жүрсейік шәшейіп отырып әңгіме қылайық. Ой, бұл келін деген, бұл сенің келінің негізі. Сонша жылайтын нәрсе ма? Өмір бақиға кетіп баратқан жоқпыз ғой, келеміз ғой кейін. Өзің айтасың, ананы алу керек, мынаны алу керек деп. Марғұлан өсіп келе жатыр. Марсель деп айт. Жылай бермеш. Қанша қазақ адамдар жүр ғой? Кореяда жүр, Англияда. Сен бүйтіп жылай беретін болсаң, қайтып жұмыс істеймін мен, қайтып ақша табам? Наоборот, поддержка бермейсің ба? Жылама болды. Жолым кеспеш мені өйтіп. Мүмкіндік жіберіп алуға болмайды бұндай. Жұмыс жоқ. Сол жақта жақсы табыс төлейді. Жо, еріккеннен кетіп баратырмын ба? Өзім үшін емес қой, сендер үшін. Асырау керек. Үй алмаймыз ба? Жақсы өмір сүру үшін барлығы. Жатпай ма онда үйде менде? Маған жақсы. Бармай-ақ қойшы, Асылбек. Барам.
Барам дедім ба, барам. Жылап көзің түсіп қалса да барам. Сен кетсең онда, мен де кетем. Кете берші бар. Бәрін қайға бар жатсыңдар? Мен тастап. Алдын айтам деп жүргем негізі. Дәл осы көріністі мен 21 жыл бұрын көріп қойған сияқтымын да. Әкеңмен бірге. Қазақ мақалды бекер айтпайды ғой. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол дейді. Дарақ бір жерден көгереді дейді. Әйел адамға негізі ең керек ол ақша, дүние емес ол. Күйеуінің бөлген көңілі. Біз айта береміз, ананы әперсе, мынаны әперсе деп. Не ол екі жақта жүрген? Қазір жұрттардың бәрі содан ажырасып отыр. Жұмыс істе деп, ана жаққа жұмсайды, мына жаққа барып келем дейді. Ей, не тапсаң да, барды да, жоқты да семьямен бірге көрмейсіңдер ма? Балаң болса, міне кеше туылды. Әйеліңе қасында болып, қиынында баланың өскен, қиналған, ауырса да қасында болып, бірге көрмейсіңдер ма? Дүние деген табылады, дүние деген ешкімге жетпеген. Кімді көріп отырсың? Жан-жағың бәрі ауқаттылар жоқ емес бар. Кім? Бәрі бақытты болып отыр ма? Әйелдің бақытты кезі күйеуінің жанында, күйеуімен бірге екеуінің тіл табысуында. Осын ұмытпа. Одан кейін қайға барсаңдар ойға кетіңдер. Әкең екеуміз екі жақта жүріп жетістік па? Өзің енді ойланып бір шешімін қабылда. Ақыл айтқан жақтырмайсыңдар ғой сендер. Ой, сөйтіп есекке мініп талай құлап осы жерде өскенбіз ғой, осы ауыл ұнайды маған. Табиғат әдемі екен. Ой, табиғат деген бар емес па ше? Бізде өте мощный ғой. Ауыл деген рахат қой, сендер білмейсіңдер да просто. Саған. Рахмет. Осы мерейсен қай жыл ең? 2000 ғой? Ой, 2000 деген, ё-моё, нағыз қатын болатын қыздар ғой ше. Үшін былай ғой мерей, маған үйдегілер үйлен деп жатыр да. Әңгіменің тоқетері, үшін маған тұрмысқа шығасың ба? Тұрмысқа дейсің ба? Иә. Я, мен де тұрмысқа шығуға қарсы емеспін. Зор ғой. Бірақ бір ноп тұр да ше. Қандай? Әкем айтқан дипломыңды алып барып тұрмысқа шығасың деп. Енді? Соған енді ақша керек. Ол ақша қазір менде жоқ қой енді ше. Қанша керек еді? Көп емес енді, 300 мың. 300 мың? 300 мың деген көп емес дейтін, қандай семьяда өскенсіңдер? Мен білесің ба 300 мыңға не істейтін да? Не істейтін? Қазір білмей тұрмын ғой, пока 300 мың теңге болған жоқ енді. Болған кезде хабарласам, сол кезде сұрасай менен, иә? Сондай. Сен де сөйтіп тұр ма? Қазір күтеді. Жоқ. Жүрде тауға. Қаға? Тауға. Ой, сразу маны. Я, жүрде. Давай, şimdi bir içeri versin art numara. Tamam arada ne? Vali. Қайып, не істедің? Шөліп жинап атқам. Яна айран ішесің ба или итке төгім? Шик. О, шик. Мә. Итке төгім ба деп апардың кішкентай қапты да. Құй. Ашып баған шай іше бересің ғой сен, Сенің қолынан ұда болса іше берем ғой мен. Бош тестес пиялай так будем бош тестес. Зүлпан, отшы Зүлпан. Қылмашай. Отшы Зүлпан, бірден айтам. Отыра қойшы енді. Не айтасың? Болмайды бір нәрсе айтайын деп тұрсың да. Зүлпан. Не? Тыңдашы. Зүлпан. Не? Бәрін басынан бастайықшы. Бәрін. Қылмашай.
бәрін прям нөлден жаңадан бастайықшы, жаңадан. Қалай ол? Қалай ол? Мысалға? Қандас танысып қойық, есім Қайып. Бәрі болады, Кайф деп қоясың ға. Мен есім Зүлпик. Жүрген жерім Тупик деп қоясың ға. Приколист екес. Зүлпик. Ау. Әңгіменің қысқасы, біздің үйге келін керек. Келін? Сразу болмай ма? Жүйттен кішкене романтик болмай ма? Мына жерге шампанский қойып, қасына гүлдерін қойып, фуршетный стол дайында пицца анау-мынаумен, жүзігімен келмей ма? Бірден келін болу керек болмай ма? Жүзік? Иә? Ұйымдастырамыз. Көрсем мен қазір. Арғыраңыз. А? Арғыраңыз. Сразу міне. 10 секунд. Арғыраңыз. Қарақ қоймаңыз. Болды, тез. Қарақ қоймаңыз, Зүлпик. Шыдаймай баратын бош тез. Қарақ қоймаңыз. 3-ке дейін санаймын. Күте тұрыңыз. 1. Қарай берем. Жоқ. 3-ке дейін сана қарай берем. 1. Вот. 2. Вуаля. Вау! Маған ба? Иә. Әкел. Жарасты ма? Жарасты. Я сказала, надо қойсың. Күшті қалай жасап үлгердің, е? Білесің. Подружкалар мақтанатын болдым, оңдас болу. Романтиксің ғой сенше. Таза әртіссің ғой негізі сенше. Үйде не болып отыр? Үйде болып отыр ғой барлығы. Бірақ сенің орның білініп тұр ше кәдімгі. Орның осырайып деп бұл ма? Орның ойсырайып білініп тұр да кәдімгі жаман ше. Сенсіз бір түрлі екен бірақ үйде. Қызық емес те андай. Білгем, Зүлпан. Білгем, менсіз өмір сұрамайтын білгем мен. Не ғой өмір сұрамайтын болғанда? Не істеп жатсың? Біттің бе шөптерді? Жоқ, әлі біткен жоқ әлі. Ой, тастыршы. Бір үйге барып шай ішейікші екеуміз. Шай? Иә. Үйге барып шай ішіп бір асықпай әңгіме қылайықшы отырып. Шай ма? Терлеп отырып шай ішеміз ба? Шай да ішеміз, артынан терлеп пай да ішеміз. Қызық болады. Жеш кетті. Үйге барайықшы ре. Әңгіме. Не істеп жатсың? Көтере алмайсың ғой, шалып қоясың ғой сен. Пұлғарсың. Ойбай. Жіберіп жат болады. Күнде көріп көрді жат болып қалады. Ой, ол шықпайды, мен білем ғой. Ой, көрейік да, көрейік. Көр, алдында 300 теңгеде шықпады маған. Шығып қалдым, жар енді қазір көрейікші. Берсе сол кезде беретін еді ғой енді. Қане, қарашы. Күлсей? Жанға қара. Ай, қойшы. Дұрыстап қараса, бір көрші. Бермейді маған, мен бетон білем ғой. Алдында Асылбекке көмектесетін кезде бермейді мысалға. Шықса беретін еді ғой сол кезде. Шықты. Қой, ей. Иә. Шықты. Ол наторий шықты ма не? Иә. Не істейін басын? Өзбе аударып алып тұр. Болды, аударып алдым. Дипломымды алып, саған келем мақұл жан. Пока. О-май. Емісіп кетті ма немен, а? Алла, ассалаумалейкум, братжан, қалайсың? Жақсы. Кешегі жұмыс жайында бір әңгіме бар еді. Я сол мен барамайтын болып шештім ма? Маған отбасы керек екен, брат. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді ғой. Жалпы семьям қасында қалатын болдым, брат. Родной, айтпаш, ұмытып кеттім ғой. Ол жұмыс атмен болды ғой, атмен. Адам толып қалды уже. А? Толып қалды, адам толып қалды. Хош. Келесінде хабарласам ғой. Бопты да. Жақсы, бауырым. Асылбек, негізі кеше мен істегенім дұрыс болмады. Негізі әйел адамға қайда дей бергені еркек адамның ризық несібесін кескен екен ғой. Кете бер, бара бер, жолың болсын. Қайдың. Мен бармайтын болдым ма? Неге бармайтын болды? Солай шештім. Бара бермедің ба? Қош, не қылам? Сендер керексіңдер ғой маған. Отбасым керек. Шай ішесің ба? Шай ішесің ба? Шай? Бала ұйықтадың ба? Шындың, бала ұйықтадың. Бірдеңе болса бала ұйықтадың ба дей бергенсіз. Ей, сұрап отыр қой? Айдана? Кәдімгіше неше тұрады, ой, рахмет саған, пока мен жұмыстарым бар деп, мына договорды телефонда қалай жарып береді ол маған. Бейтке кредит, арухан басыңнан ұрып жібереді адам соғышы, надоел ше кәдімгіше, бір тіршілігің өнбейді ше, надоел. Неге? Үйленбеймін.
Жаным балам, таслақтырма тағдырға, шарқырап жүр, көңіліңді қалдырма. Миккобай, Маккобай, үй жан түрін қараш. Не болды досым? Настроениең жоқ қой. Ой, настроение жоқ болғанда айтпа. Досым, сен дұрыс айтыпсың ғой. Қыздардың барлығы бірдей екен. Бағана бір қызбен танысуға барсам айтады маған. Қалың малыма Lexus бер. Мақұрыме однокомнатный квартира бер дейді. Мен 450 теңгенің суын зор қалып жүрген адам емеспін ба? Анау вообще біреу. Енеммен тұрмайым дейді. Ойбай, ол ладно десек, ауылда тұрмайым дейді. Сонда мен әке-шешемді тастап кетейін сонда. Сөзім жоқ, мен шаршадым. Досым, жеңіліп атсың ба не уже? Тапсай, ізде, ниетің дұрыста, тең-теңмен тезек қабымен дейді. Ол ниеттен болатын болса, ниетіміз дұрыс қой біздің. Барып танысып атырмын, көріп атырмын әйтеуір. Жолып қоятыр ғой. Бірден сынып қалмады енді. Ойбай, бағана азанда Шекспир құсап отырған ғой мына жерде маған ақыл айтып. Не дедің? Ойбай, ол минустары көп дедің ба? Досым, үйленгеннің минустарынан плюстары көп қой, білесің бе? Досым, ойлашы, үйленесің ғой. Қасыңда өмір бақи болатын адал жарың, сырласатын адамың болады. Сосын шаршап үйге келген кезде шаршауыңды басатын кішкентай балаң деп бір иіске боласың да шаршауың бәрін ұмытып кетесің. Вот артыңда ұрпағың қалады. Үйіңе береке кіреді. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген рас екен досым. Естігем ғой. Беттеріңдегі ана угрилар бар ғой, солар кетіп, бетің тегістеліп, әдем болып қалады. Қой, угриді қалай кетіреді? Сен айтасың ғой. Келіншегін кетіріп береді. Қалай кетіреді ол не? Косметолог па не сонда? Кетіріп беретін дей. Қысқасы досым, әзілсіз отбасы деген үлкен бақыт қой негізі. Сен ше досым. Thank you.